Бразилиялық сенатор Телмарио Мотта 2016 жылдың 25 мамырындағы сенат отырысында планетамызға Нибиру планетасы жақындап келе жатқанын айтты. Осы сенатордан басқа да әлемдегі бірнеше дипломаттар Нибиру туралы ауыз жарып жүрді. Телмарио Мотта Нибиру планетасы 2017 жылы келеді деп айтыпты мыс. Және де осыдан кейін Телмарио бұл туралы өз кеңесшілерімен ақылдасып ойланған болатын. Еске салайық, планета Нибиру туралы өсек-аян әңгімелер алдыңғы жылы Дэвид Миддің Планета X кітабынан кейін көбейе бастады. Сонымен Скавронның бүгінгі топтамасында Телмарио Моттаның түсіне кіріп жүрген алыс тас Нибиру туралы әңгімелесетін боламыз. Егер қазақша факт және топ түсіретін канал іздеп жүрсеңіз, Қазтоп арнасын ұсынамын. Қазақ ютубында сапалы видеолармен ерекшеленіп жүрген бұл канал сізді қызықтырса, міндетті түрде жазылыңыз. Нибиру, немесе планета X. Ғалымдар Уран және Нептун планеталарының гравитациялық күштеріне үшінші алып объект әсер ететінін болжады. Ол үшінші алып объект басында Плутон деп болжанды, бірақ оның салмағы да көлемі де тым кішкентай еді. Сондықтан ғалымдардың арасында осы екі алыпқа өз әсерін тигізіп жатқан үлкен объект ол планета X немесе Нибиру деген теория пайда болды. Және ол объекттің кәдімгі телескоппен байқауға қиындау. Өйткені ондағы температура өте суық және жер қыртысынан күн сәулесі жетпей қалады. Осы гипотезаны тексеру үшін НАСА дәл сол аралыққа планетааралық обсерватория тағайындады. Және шынымен де сол аралықта қара, түсініксіз нәрсе бар екенін білді. Шынында бұл не нәрсе екенін ешкім білмеді. НАСА да сол күйі ол жерді анықтай алмады. Ежелде Шумер деген тайпаны кейбіреуіңіз білетін шығарсыздар. Ақылды болған соншалық күн жүйесіндегі планеталар туралы дәл айтқан. Бірақ бір қызығы, күн жүйесінде біз білетін Плутонды қосқанда 9 планета емес, 10 планета бар деп айтқан. Ежелгі шумерліктер дәл осы 10-шы планетаға Нибиру деген есім берген. Ежелгі шумерліктердің мифологиясына сүйенсек, Нибируда Анунаки тайпасы өмір сүрген, және олар өте ұзақ жасаған. Ондағы елдердің орташа бойы 3,5 метрдей болған, ал ең алып еркектері 5 метрге дейін жеткен. Әрине бұл тек шумерліктердің аңызы. Осы Нибиру ел аузына кіріп кеткеннен кейін ютубта және интернетте әртүрлі Нибиру туралы видеолар, суреттер тарап кетті. Мына бір Техастан келген видеода 2 күнге ұқсайтын объект, оның бірі Нибиру екенін айтқан. Бұл видеоның авторының сөзі бойынша ол өмір бойы бұндай кереметті көрмеген, және мұның Нибиру екенін растайды. Әрине бұл Нибиру ма, Нибиру емес пе, оны білмейміз. Әлемдегі көптеген ғалымдардың гипотезасына байланысты Нибиру осы жылы, яғни 2017 жылы жерге жақындауы мүмкін. Бірақ оған сенесіз бе, сенбейсіз бе, өз еркіңіз. Нибиру жерге жақындағанның өзінде түрлі методтермен қорғануға болады. Достар, егер 2000 лайк жиналатын болса, сіздерге осындай Нибиру сияқты қиял ғажайыптардан қалай қорғануға болатыны туралы айтатын боламын. Сонымен видеомыз соңына жетті. Сіздерден лайк, ал бізден жаңа видеолар, және де сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға Скавронның ВК-дағы группасына тіркелетін болсаңыз, сіз бір жылдың ішінде ғарыш тілін жетік меңгеріп шығатын боласыз. Сілтемесін төменге қалдырамын.